Саламатсыздар ма, білім алушылар? Қайырлы күн. Әдебиетті оқу пәні 16-шы сабақ жақсылық жасау борышың. Білім алушылар, бүгінгі сабағымызды Ыбырай атамыздың даналық сөзімен бастағанды жөн көрдім. Жақсы ой мен жақсы сөз жақсы істерге жетелейді. Әрине, жақсы ойласақ, жақсы бір-бірімізге жақсы сөз айтсақ, жақсылық бізді әрқашанда жақсы істерге апарады. Ал жаман ой, жаман пиғылда болған адамның өмірде жолы болмайды. Осыны естен шығармайық. Ертеде күйік деген қалада бір шебер ұста өмір сүріпті. Ол ағаштан әдемі заттар жасап, оны қымбат бағамен сататын болған екен. Күндердің күнінде оған бір кедей ауылдасы кіріп, сен өзіңнің еңбегің үшін жақсы ақша аласың, алайда кедей адамдарға жәрдем бермейсің. Ана қасапшыға қараш, жұмысынан көп пайда көрмесе де, әрдайым адамдарға тегін ет таратып, сауап алғысы келеді. Сен сол қасапшыдан үлгі алсаңшы дейді. Ұста оның бұл сөзін үнсіз тыңдап болған соң, ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Оның бұл әрекетінен көңілі қалған қария ашуланған күй шығып кетеді. Бұл оқиғадан соң біраз уақыт өткенде ауыл арасында ана ұстаның байлығы қандай көп болса, сараңдығы да сондай қатты адам екен деген қауесет жүреді. Ауылдастарының оған қатты ренжіген соншалық, қатты ауырып қалса да ешбір халін сұрап, жәрдемін ұсынып қол ұшын созбайды. Содан ұста қайтыс болады. Уақыт зымырап өте берді. Адамдар сол уақыт аралығында қасапшының тегін ет таратпай жүргенін байқайды. Таң қалған олар қасапшыдан мұның себебін сұрайды. Сонда қасапшы: "Ұста көз тірі кезінде маған үнемі ақша әкеліп беретін. Сол ақшаның есебінен мұқтаж адамдарға ет таратуымды тапсыратын. Ал енді ұста да жоқ, ақша да жоқ" деген екен. Сонымен білім алушылар, жақсылық жасау дегенді қалай түсінесің? Отбасы, табиғат, мектеп үшін қандай жақсылық жасай алатыныңды тізіп жаз. Жақсылыққа жамандық бар ма? Осы сұраққа жауап берелік. Жақсылыққа жамандық бар ма? Сұрағына жауап іздеу мақсатында бүгін біз Ыбырай атамыздың баланың айласы мәтінімен танысатын боламыз. Автор туралы мәліметке назар аударайық. Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Оның "Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар" деген өлеңдері балаларды оқуға, білімге шақырады. Балаларға арналған әңгімелер, өлеңдер жазған. Ыбырай Алтынсарин жазушы, ақын, ағартушы ұстаз. Білім алушылар, биыл Ыбырай Алтынсариннің неше жылдық мерейтойын тойлап жатырмыз? Дұрыс айтасыздар. Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығын мерейтойын тойлап жатырмыз. Ыбырай атамыз алғаш рет қазақ даласында қазақ балаларына арнап мектеп ашып, сол мектепте балаларды ілім-білімге шақырып, өзі алғаш рет сол мектепте қазақ балаларына ұстаздық еткен ағартушы. Баланың айласы. Бір ғалым адам жапан далада келе жатып, аяқ астындағы бір үлкен тасқа сүрініп жығылыпты. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен, жолдан алып тастайын деп ойлады. Сол оймен тасты көтеріп еді, астынан сандық шықты. Сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, ғалымға ұмтылды. "Шағамын" деді. Ғалым айтты: "Мен сені қараңғы тар жерден тұтқындықтан жарыққа шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма?" Жылан айтты: "Бар." Ғалым айтты: "Олай болса, біреуге жүгінелік, төре саған тисе, шағарсың." Жылан да бұл сөзге тоқтады. Екеуі келе жатып, түйеге жолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді, түйе айтты: "Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қанша ауыр жүгін, мүлкін тасып, өзімше қызмет етсем де, адам қай уақытта да шамасынан тысқары жүк артады. Жүре алмасам, ұрып-соғып ренжітеді." Жылан мұны естіп ғалымның мойнына бір оралды. Мұнан шығып жеміс ағашына келіп жүгінді. "Жеміс ағашы, жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп, пайдаланып тұрса да, жемісімді қолымен алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге түсіріп алып жейді." Жылан ғалымның мойнына тағы бір оралды. Одан кейін итке жолығады. Ит те айтты: "Жақсылыққа жамандық бар. Мен күні-түні ұйықтамай,
Иемнің мүлкін, малын бағып, қызмет қылып едім. Ақырында мен қартайып, ауру болған соң ұрып қуып жіберді. Ғалым айтты, енді тағы біреуге жүгінелік. Төре тағы саған тисе, шаға бер. Содан шығып ойнап жүрген бір топ балаға келді. Ішінде бір бала ғалымға сәлем берді. Ғалым сәлемін алып, сол балаға істің жайын айтты. Бала естіп болып, «Әй, ата, бекер сөйлейсің. Осы қолыңдағы кіп-кішкентай қобдишаға мойныңа үш оралған әйдік жылан сүйеуші ме еді?» деді. Сонда жылан айтты, «Бұл сөз рас», деп. Бала, «Тіптен нанбаймын. Бұл сөзге көзбен көрген кісі нанып болмайды», деді. Сонда жылан баланы нандыру үшін барды да иіріліп манағы қобдишаға кіріп жатты. Бала сонда тарс еткізіп, сандықты жауып, бекітті де ғалымның қолына берді. «Апарып, алған орныңызға қойыңыз», деді. Оқылған мәтіннің ішінен біз мынадай жаңа сөздермен таныс болдық. Төре, төрелік бұл шешім деген мағынаны білдіреді. Әйдік, үлкен деген мағынаны білдіреді. Жүгінді, бағынды, айтқанына көнді. Осы жаңа сөздерді өз сөз қоржынымызда сақтайық. Білім алушылар, сонымен мәтін бойынша жақсылыққа жамандық бар ма деген сұраққа қалай түсінеміз? Бұл сұраққа мәтін кейіпкерлері қалай жауап берген? Әрине, жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Енді бұл жерде түйе адамның қанша жүгін көтерсем де, ауыр жүктерін көтеріп алыс жерлерге апарсам да, адам мені ұрып соғып, ауыр жүктерін еселей түсіреді. Сонда да мен жақсылық жасасам, жамандық қылып қайтарады деп шағымданды. Ал жеміс ағашы, мен қанша адамның бала шағасын асырайтындай жеміс берсем де, мені түбімнен жұлып алмайды. Мені ұрып, жерге түсіріп жейді. Жақсылығымды жамандық қылып қайтарады, дейді. Ал ит болса, мен қанша иемнің үйін күзетіп, мүлкін күзетсем де, қартайған шағымда мені аурусың деп қуып жіберді деп шағымданады. Бұл жерде автордың айтқысы келген негізгі ойы не болды? Менің ойымша, өйткені, менің айтайын дегенім, себебі, өз пікірімді айтар болсам, оған дәлел деген сөз тіркестерін қолдану арқылы өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Қалай ойлайсың? Жақсылық жасасаң, ол өзіңе жамандық болып қайта ма? Менің ойымша, жақсылыққа жамандық бар. Өйткені жамандық пен жақсылық қатар жүреді. Автордың айтқысы келгені осы үш кейіпкерді алу арқылы жақсылыққа жамандықтың бар екенін айтты. Жақсылық жасау игі іс. Өйткені адам жақсылық арқылы өзін және өзгені таниды. Сондықтан үнемі жақсылық жасау керек. Сабағымыздың басында көрген бейнероликте жақсылықты адам жарияға жар салып көрсетіп қана емес, көрсетпей, жасырын ешкімге білдірмей де жасауға болады екен. Мақалдың мағынасын мысал келтіру арқылы түсіндір. Жақсыға қылған жақсылық өмірінде тозбайды. Жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінеміз? Дұрыс айтасыздар. Жақсы адамға жақсылық жасасаң, ол еселеніп өзіңе жақсылық болып қайтады. Және сенің жасаған жақсылығыңды өмірінде ұмытпайды. Ал жаманға жасаған жақсылығың бір күнде ұмытылып, жақсылық жасауды ұмытып та кетеді. Сондықтан балалар, жақсылық жасаудан аянбау керекпіз. Мәтіндегі баланың іс-әрекетіне баға берейік. Сонымен білім алушылар, үйге тапсырма 45-48 беттегі мәтінді мазмұндау және мәтін мазмұнына сәйкес мақал-мәтелдер жазу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.